Құрметті оқырмандар, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Туған отанымыз Қазақстанды гүлдендіріп, тұрақтылық пен бейбітшілік, зор денсаулық, таусылмас күш-қуат, мол бақыт, еңбегіңізге жеміс, ұзақ ғұмыр, шаңырақтарыңызға шаттық, құт береке тілейміз. Bir шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымақтастығы, өзара ауыз бірлігіміз нығая түсіп, республикамыздағы ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, достық, бірлік мәңгі жасай берсін. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді біздің халық. Дана жұрт мұны тегінен айта салмаса керек. Ауыз бірлік, түсіністік, қарапайым сыйластық, үстемдік құрған жерлерге қашанда нәтижелі істердің үйір болғаны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп